Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгінде біз оқырманын да, көрерменін де тапқан драматург Сая Қасымбектің «Жанталас пьесалар» жинағына қатысты ой өрбітсек. Сая Қасымбектің әр драмасы терең философиялық ойға толы. Автордың бейнелі тілмен суреттелген өмір әдеттегідей емес, ерекше әсерлі, сана сезімді тебірентіп, өмірді ерекше етіп көрсетеді. Кейіпкерлердің шынайы бейнесі жете айқындалады. Кез келген кейіпкерге қатысты дүдамал сезімді бастан кешіртеді. Интервью драмасының басты кейіпкерлері режиссер мен журналист қыз. Осы екі образ драманың өн бойында бастапқы қалпына өзгермей, өзіндік сипаттарын сақтап отырады. Драмадағы өзекті тартыс осы екі образдың қарама-қайшылығынан туындайды. Туындыдағы оқиғалар кездейсоқ, бей-берекет емес, белгілі бір жүйе арқылы дамып отырады. Өлесің бе драмасында автордың көздеген мақсаты ол өлімді әдеттегідей үрейлемес, үйреншікті құбылыс ретінде көрсетеді. Көзге көрінетін дүниеден бөлек рухани әлемнің бар екендігі жайында сендіртеді.